Саламатсыздар ма? Біз не сіздерге қазір Google формада қалай тест жұмысын құрастыруды көрсетіп кетейін, яғни БЖБ, ТЖБ алатын мүмкіндікті көрсетемін. Ол үшін браузерден, мысалы Google'дан мына жерге жазамыз. Google Chrome'нан мысалға Google форма деп жазамыз. И осыны іздейміз. Бізде бірінші шығатын мысалға Google форма бесплатно создавайте собственные онлайн вопросы деген бар. Соған басамыз. И бізде мынандай терезе ашылады. Осы жерде открыть Google формы деп басамыз. Мен енді сразу ашылып кетті, сіздерде аккаунт сұрауы мүмкін. Егер сіздер тіркелмеген болсаңыздар Google-ға. Сол жерде кәдімгі телефонда аккаунт құрғандай аккаунттарыңыздың или паролін білсеңіздер, аккаунтыңызды теріп, парольмен кіре аласыздар. Или болмаса создать новый аккаунт дегенге кіріп, жаңадан өзіңіз аккаунт құрып кірсеңіздер болады. Енді жалпы Google форманың осындай терезесі ашылады. Осы жерде мен енді алдын ала мынау бірнеше сыныптарға құрып қойған БЖБ-ларым бар, солар көрініп тұр. Негізі бұл жер бос болып тұрады. Мына жерде үлгі ретінде берілген, сіздер жалпы мынау пустой файл деген бар. Создать форму, мына пустой файл деген бар. Соған басасыздар. И новая форма деп шығады. Сіздер осы жерде мысалға 9-шы сыныпқа БЖБ құрастыруыңыз керек болсын. Новая форма деген үстіне басып, атын өзгертіп аласыз. Мысалға 9-шы сынып БЖБ бірінші БЖБ деп қояйық. Ары қарай міне аты өзгереді. Ары қарай енді сұрақтарды құрастырасыз. Бірінші сұрақтан бұрын балалардың аты жөнін жазу керек болсын. Ол үшін мынау текст строка деген таңдаймыз. Оқушының аты жөні деп аламыз. Жөні. И обязательно вопрос дегенді активно етіп қоямыз. Және мен сіздерге осы жерде айтып кетейін. Жаңа настройка жасауды алдын ала жасап алу керек, есіме шығып кетті. Міне настройка дегенге кіреміз. Осы жерде егер балалар бірнеше рет кіретін мүмкіндік, мысалы бір-ақ рет кіріп бір-ақ рет тапсыратын мүмкіндікті қою үшін отправлять форму не более одного раза дегенді таңдайсыздар. И тесты дегенде активно қоясыз. Тест аласыз и сохранить болды. Ары қарай өзіңіз кейін ізденіп басқада мүмкіндіктерін қоюға болады. Енді келесі бірінші не кетті. Біз жаңағы настройка жасаған екен, мерге ответы деген пайда болды. Көрдіңіз бе? Бұған бал қоюдың қажет жоқ аты жөніне. Келесі сұрақты қосу үшін плюске басасыз. Добавить вопрос деген міне. Бұл жерде енді сыныпты қою керек. Один из списка деген тұра берсін. Өйткені бірнеше сыныптан алуыңыз мүмкін. Сынып. И мына жерде алға 9А 9Б, жоқ, бұлай айтсақ болады, 9А, 9К, 9қ-Б, 9қ-В деген сияқты қойып алсаңыздар болады. Мұны бүй артық кетті. Мұны. Бұны да обязательно вопрос деп қоясыз. Мұны біз сыныбын, одан кейін аты жөні и сыныбын қойып алдық бірінші. Бұны жаңағы бал қоймаймыз, өйткені бұл балға саналмайды. Аты жөнін жаңағы сыныбы бізге көріну керек. Ары қарай келесі сұрақты қосамыз. Бірінші сұрағымыз мысалға ақпарат дегеніміз не деген сұрақ болсын. Содан кейін мына жерден таңдайсыз. Мысалға, ол сізге қысқалай жауап беру керек болатын болса, текст мәтінмен. Осыны таңдайсыз, мына екі түр бар. Текст строка, текст абзац деген. Ұзағырақ, бір сөзбен. Ары қарай, тест сұрағы сияқты бір жауапты
Одан кейін бірнеше жауаптысы бар мына. Одан кейін анау кнопкаға басқан кезде мына осы сияқты жаңағы, мынау сияқты мына раскрывающий список дейді, осы сияқты шығады, біреуін таңдап қояды. Және интернеттен загрузить етуге болады, және де басқа міне көріп тұрсыздар, мына сетка флажков, мына жерде сәйкестендірулер мыналар. Көлденеңінен қатар бойынша және баған бойынша жаңағы қоясыздар, бір-бірімен сәйкестендіретін мүмкіндіктері бар. Міне өзіңіз осының ішінен таңдап кез келгенін аласыз. Мысалға, один из списка деген таңдайық. Мысалы, ақпарат дегеніміз не? Ол мәлімет дейік, иә? Теледидардан алынған жаңалық дейік. Қоршаған ортадан алынған мәлімет дейік. Тағы радиодан естілген хабар дейік. Енді негізгі анықтамасы, енді осы мыналардың барлығы жатады ақпараттың түрлерін, бірақ жаңағы негізгі дұрыс жауабын көрсетіп кетеміз. Обязательно вопрос деген міндетті түрде галочка қоямыз, и біз балл қою үшін, дұрыс жауабын көрсету үшін ответыйға басамыз. Осы жерде неше қайсысы, мысалы, қоршаған ортадан алынған мәлімет дейік, дұрыс жауабы осы галочка қойып аласыз, және неше балл екенін көрсетесіз. 1 балл болса 1 балл, 2 балл болса 2 балл міне. И готово. Осы сияқты сұрақтарыңызды құрастырып кете бересіз. Енді ары қарай плюсқа басып, келесі сұрақтарыңызды құра бересіздер. Енді сіздерде оқушыға жіберу. Оқушыға жіберу үшін отправить дегенді басамыз. И мына жерде ашылған отправить деген ашылған терезе бар. Осы жерде мына үшіншісін таңдайсыз, мынау. Бұл жаңағы URL жіберетін, яғни ссылка жіберетін мүмкіндік. И копировать дейсіз осы жерде. И WhatsApp-та ашасыз да, WhatsApp-та кез келген жаңағы адамға жібере аласыз. Мысалға, мен бір адамға жіберу үшін вставить дейсіз и интерді басасыз. Міне ссылка кетеді. Осылай жаңағы жіберуіңізге болады. Енді сіздің напарниктеріңіз, мысалға, бір сыныпта 2 мұғалім, или болмаса параллель сыныптарда қ-қ-да бір мұғалім, қ-қ-да бір мұғалім беретін болса, мысалы, бір-біріңізге екеуіңізде бірдей БЖВ алу керексіз. Сол үшін доступ жасауыңызға болады сіздің жаңағы напарниктеріңізге. Ол үшін мына жерде мына 3 нүктені көріп тұрсыздар ғой, дополнительный деген, соған басасыздар. Настройки доступа дегенді басасыз. И мына жерде, мысалға, мен өзімнің аккаунтым көрініп тұрады. Мына жерде добавить пользователи или группы деген бар. Осы жерде аккаунтын, досыңыздың аккаунтын қоясыз. Мен, мысалға, Турешева Алтыншаш, мысалы, Алтыншаштікі жібергем, сол үшін соның аккаунты тұр. Дайын, отправить деп жібересіз. Ары қарай, міне, осылай сұрақты құрастыра береміз.